Сабақтың тақырыбы қазақтың ұлттық ойындары. Тас қала ойыны. Оқу мақсаты жарыс кезінде адал ойнау, патриотизм және ынтымақтастыққа жататын мінез құлық көрсету және түсіндіру. Сабақ мақсаты қазақтың ұлттық ойындарының орындалу реттілігін қолдану, асық ойын ережесін ойнау тәсілін білу. Қазақтың ұлттық ойыны асық ойнауда шеберлік қабілеттерін көрсету. Бағалау критерийі: білім алушы қазақтың ұлттық ойындарын ажырата алады. Асық ату ойындарының ережесін ойнау тәсілін біледі. Қазақтың ұлттық ойыны асық ойнауда шеберлік қабілеттерін көрсетеді. Бауыржан Момышұлы атамыз айтқандай, асық үлкен халықтық тәрбие, ұлтымыздың дәстүрі мен мәдениетінің бастауы деп баға бергендей, оқушыларды ұлттық ойын арқылы ұлтжандылыққа, ұжымдылыққа, ынтымаққа, бірлікке тәрбиелей отырып, денсаулығы мықты жас ұрпақ тәрбиелеу сізбенен біздің қолымызда дегім келеді. Асық ойыны баланың қимылына тигізер әсері өте мол. Асық ойыны түгелдей қимыл қозғалыстан тұрады. Баланың 12 мүшесі, бұлшық еттері толық қозғалысқа түседі. Асықты атып ойнайтын болғандықтан үнемі қимыл қозғалысы қажет етеді. Денені қыздырып, бойдағы қан айналымын жақсартады. Ойын барысында бала жүру, жүгіру, иілу, секіру, сақайыру, көздеп тигізу секілді іс-әрекеттерді орындайды. Асықтың тұрысының атаулары: алшы, тәйке, бүге, шіге, омпы, шоңқай деп аталады. Асық ойын түрлері өте көп. Қан талапай ойыны, қан, тасқала, асықты тігіп ойнау, құмар, омпа, алшы, 5 асық ойындары бар. Тасқала ойын ережесі: тасқаланы кең ашық алаңда ойнайды. Ойынға қатысушыларға шектеу қойылмайды. Ойыншылар тегіс жерді таңдап алып, шеңбер сызады. Дәл ортасына асықтарды бірінің үстіне бірін пирамида етіп жинайды. Жас ерекшілігіне қарай көн белгіленеді. Оның қашықтығы 3-8 метрде кем болмауы керек. Ойыншылар сақасын иіреді. Кімнің сақасы алшы түссе, ойынды сол бастайды. Алшы бірінші, тәйке екінші, бүге үшінші, шіге төртінші. Егер ойыншының асығы омпа түссе, онда ол алшыдан жоғары болып есептелінеді. Бірінші ойынды сол бастайды. Атушы тас қалаға сақасын дәл тигізіп, бір асықты шеңберден шығарса, ойынды жалғастыра береді. Шеңберден шыққан әрбір асыққа ұпай беріледі. Егер бірінші ойыншы тас қалаға тигізе алмаса, онда екінші ойыншы атады. Егер атқан ойыншы тас қаланы бұзып, бірақ асықты шеңберден шығара алмаса, онда айып ретінде тас қаланы қайта тұрғызады. Бүгін біз тас қала ойынын үй жағдайында ойнайтын боламыз. Балалар, жаттығу жасамас бұрын сендерді қауіпсіздік ережесімен таныстырып өтейін. Жаттығу жасау үшін бізге алдыменен бос кеңістік қажет. Екінші, спорттық киімде болуымыз міндетті. Үшінші, шашымыз жинақталған болу керек. Төртінші, денемізде ешқандай бөгде зат болмауы керек. Бүгінгі біздің жаттығуда қолданылатын спорттық құралымыз гантель. Жағдайында жарты литрлік баклажкаға су немесе құм салып жаттығуда пайдаланатын боламыз. Қалыпты жағдайда тұрамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sport, sport, sport. Sport, sport, sport. Елім барда ерлік бар, мақтанатын. Ерлік барда намыс бар, сақталатын. Намыс барда жеңіс бар, жетелейтін. Жеңіс барда елім бар, еркелейтін. Бала ерлік жаттығу. Аяғымызды алшақ қоямыз. Екі қолымызды жоғары қойып, елдің қорғайды, бейбіт күн батырлары. Спорт, 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 ерліктің алаңы. Спорт, 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 ер жүрек жалауы. Спорт,
жастардың қалауы. Спорт, 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 жеңістің алауы. Халқым барда салтым бар, сақтап келген. Салтым барда елім бар, жақтап келген. Елім үшін ерлер бар, қорған болған. Ерлер барда адаспас, арман жолдан. Биікке болған самғайды, елімнің жас арманы. Намысын елдің қорғайды, бейбіт күн батырлары. Спорт, 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 ерліктің алаңы. Спорт, 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 ер жүрек жалауы. Спорт, 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 жастардың қалауы. Спорт, 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 жеңістің алауы. Ерліктің алаңы. Балалар, бүгінгі біздің сабақта ойнайтын ойынымыз тас қала ойыны деп аталады. Тас қала ойыны ойнау үшін қатысушыларға ешқандай шек қойылмайды. Балалар, қауіпсіздік ережесін естеріңе сала өтем. Бұл ойынды ойнау үшін бізге таза, бос, кеңістік қажет болады. Қауіпсіздік ережесін жадымызда сақтаймыз. Үй жағдайында бұл ойынды ойнау үшін бізге ақ қағаз және де 10 асық қажет болады. 10 асықтың біреуін өзімізге сақа етіп сайлап аламыз. Олай болса тас қаламызды жинақтаймыз. 4 асықты алшысынан ақ қағаздың үстіне жинақтаймыз. Оның үстіне алшысынан 3 асықты жинақтаймыз. Және қалған 2 асықты алшысынан үстіне қоямыз. Мінекей біздің тас қала жинақталды. Енді осы тас қаланы 3 метр ұзақтықта тұрып, сақамызбен ұрып құлатамыз. Мысал үшін былай. Сақамен ұрып құлатқан уақытта ақ қағаздың сыртына түскен әрбір асыққа 2 ұпай беріледі. Және де тас қаланы құлату үшін балалар сендерге 2 мүмкіндік